Алматы облысында сұмдық жағдай тіркелді. 16 жастағы қызды екі әйел үйінен алдап шығарып алып азаптаған. Күдіктілердің екеуі де 1996 жылы туған. Олардың бірі Масақ ауылдық округі әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің қызметкері. Әйелдер жасөспірімді ұрып соғып, темекімен күйдірген, өзенге батырып азаптаған, қол аяғын сүйдіруге мәжбүрлеген. Ең сорақысы, олар барлық әрекеттерін видеоға түсіріп, кейін осы жазбаларды таратпау үшін жасөспірімнен 3 миллион теңге талап еткен. Қазіргі уақытта күдіктілер ұсталып, тергеу әрекеттері басталды. Алмай жатырмын. Мен хабарландыру дедім жаңалықтардың соңында. Бір сағат өтіп кетті, әлі ойланып отырмын, қалай жеткізем, не айтам деп. Енді кеше болған жағдайды айтып берейін мен. Инстаграм парақшасы бар, сол жерде мен сөйлесіп отырам, пікір алмасып, жазған адамдарға жазып, бір жігіт жазып жүрген маған, Дінмұхаммед деген. Пассажир алғашан ойнайды, осындай деп. Сонымен пікір алмасып, жазып жүргенбіз. Бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым мен, қатты қабылдадым, аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп кеп тұрғанда, жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім, қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім, сөйлей алады екен аздап. Содан кейін видеозвонокқа шықтым, видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей бытчысы шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазаққа, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық, суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық, ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube'ты көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің ана фиголты осыған жіберсеңіздер. Біз 10 мыңбыз деп мақтанғанымыздан ешқандай пайда жоқ, ешқандай қайыр жоқ шығар, бір қазаққа көмектесе алмасақ. Сондықтан да Димашқа көмектесейік. Қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін. Барлықтарыңыз жүректеріңізде жылуы бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет. Теңіздер шөккен кезде сұралар бәрі, сұралар сол күн, сұралар бәрі, сұралар.